Бор немесе саз жегенде ішіңізде не болады? Бір кесек табиғи сазды немесе борды ауызға салдыңыз. Ол тістегенде қытырлап, ауыр массаға айналады. Асқазанға түскенде бұл кәдімгі тамақ сияқты оңай қорытылмайды. Ол тығыз минералдарға бөлініп, асқазан түбіне шөгеді. Ешқандай энергия немесе қанттың көтерілуі болмайды. Бәрі өте тыныш жүреді. Ішекке жеткенде, пайдалы минералдар сүйектеріңізбен денеңізге тарайды. Ал қалғаны іштегі артық токсиндерді губка сияқты өзіне жинап алады. Бұл жақсы жағы. Бірақ достар, басты сюрприз осы жерде. Егер дәміне қызығып, тым көп жеп қойсаңыз, ішектеріңіз бетон құйғандай ауырлайды, қозғалыспай аулайды. Ертең туалетте сізді жеке кірпіш зауытыңыз күтіп тұрғанын ұмытпаңыз. Оның шығуы нағыз ерлік пен шыдамдылықты талап етеді. Сондықтан ішіңізді тасқа айналдырғыңыз келмесе, абайлаңыз. Туалетте скульптор болып отырғыңыз келмесе, маған тіркеліп лайк басып өтіңіз. Пайдалы ақпарат тек бізде ғана.